Биылғы жылы енді қазір жаңа жыл дегенмен де қазір сайлау науқаны өтіп жатыр елімізде. 10 желтоқсаннан бастап қаңтардың 10-на дейін, қаңтардың 10 күні алда сайлау өтейін деп жатыр. Партиялар және де депутатқа үміткер кандидаттар қалай керемет жұмыс істеп жатыр деймін де. Таң қалдым бар ғой. Ана кандидаттар әсіресе мәжіліске, маслихатқа барайын жатқан кандидаттардың жұмыс істегенін көрсең, мен бүйтіп көрген емеспін бұрын бар ғой. Партияларға үйге барып, қал жағдайын сұрап, бармаған бұрын жерлерге барып, завод, фабрикаларға, мектептерге, ауруханаларға барып, ауырып жатқан науқастың қал жағдайын сұрап, солармен фотоға түсіп, мектепке барып фотоға түсіп, есік қағып тұрған фотоға түсіп, есік ашылып отырған фотоға түсіп, ана кісі есіктен шыққанын түсіріп, бүкілін жүріп жатыр ғой кәдімгі жұмыс істегенін көрсетіп жатыр да. Бірақ бір ай агитация болады, сосын 4 жыл парламентте отырады екен. Мен ойлаймын да, халықтың қамын ойласа депутаттар неге керісінше істемейді деймін да. 4 жыл агитация, бір ай парламентте отырса. Күшті ғой, 4 жыл агитация, 4 жыл халықпен бірге, етене, күнде бірге. Негізі депутат сондай көріп, сосын бір ай парламентте отырсын. Бәрі 4 жылда айтатын, сол бір айда айтып тастауға болады негізі. 4 жыл агитациядан кейін бір ай барып ұйықтай ма өздері біледі, бәрі халық түсінеді. Расымен ғой 4 жыл агитация болса, өйткені депутат халықпен бірге болу керек. Біз бір ай агитациядан кейін 4 жылдан кейін ол кісілерді көрмей қаламыз. Кейбір кісілер мені сайла деп жүреді, кейбір кісілер может 4 жылға дейін давайте до свидания деп қоштасып жүр ма, білмейсің ғой мысалы. Әрқайсысы көрдің 4 жыл отырып, 4 жыл агитация, 1 жыл. Сосын пенсияға шыққанда да мен таңғаламын кей кезде. Пенсия 60 жаста біз үлкен кісілерді пенсияға шығарып жібереміз. 60 жаста. Конечно, мен осыны таңғаламын. 63-те пенсияға шығады, бітті. 100 мың теңге алып жүрген адам, ар жағында уже пенсиясы 50 мың теңге. Өзі еще пенсияға шығып жатыр. Еще уже 50 мың теңге алады. Уже ана кісі келесі жыл ол 63-тен 64-ке толмайды. 64-ке толмайды ол уже. Ол автоматически уже 74-ке толады. Үйде отқан адам уже. Ешкім іздемейді. Настроение жоқ. Келесі жыл уже 65-ке толу керек қой. Ол уже 73-ке толады. 83-ке толады. Сөйтіп ары қарай 10 жыл қоса береді екен. Біз ол кісілерге шанс береміз, қартая береді деп. Керісінше, 63-ке толды ма, 100 мың теңге алып отырған адамға айту керек. 73-ке дейін 200 мың болады сен зарплатың деп. Ол күнде тұрып жүгіреді. 73-ке дейін жету керек. Өзінің кәдімгі здоровый образ жизни. Күнде таңертең ерте тұрады. Мен 73-ке толуым керек деп. Көрдіңдер ме, қандай мотивация? Күнде ерте тұрады, кәдімгі иоға қатысады, тағы бірдеңе бар. 70-тен толғаннан кейін зарплатың 300 мың болады деші, 83-ке дейін кәдімгі күшті болып жүреді. Ол жаңағы ағамызға кәдімгі үйдегі балашаға жақсы қарайтын болады. Ауырып қалмаңыз, папа. Денсаулығыңыз мықты болсын. Түші бір үйде 83 мың, 300 мың теңге зарплат алып отырса күшті ғой. 50 мың теңге алып отырған адам керек па? 300 мың теңге алып отырған адам керек па? Әрине 300 мың. 83-ке толған кезде 93-ке дейін 400 мың деу керек. Вообще көз жанып кетеді бар ғана кісі. 93-ке дейін өмір сүреді. Мен сіздерге айтайын, 400 мың береді деші, біз қаза оған жетеміз. 93-ке толды ма 400 мың, 500 мың өш. 103-ке толсаңыз миллион деші, точно ма дейді. Точно 100-ке толса миллион бересің ба дейді ғой. Жетеміз. Қарттар үйінде, қарттар үй деген болмайды. Мен сіздерге айтайын, пайдасы қандай екен, қарттар үй деген болмайды. Әр қарттар үйінде 300-400 мың теңге тұрса түшті, любой бөліп алып кетеді ғой. Біз неде тұрсын деп. Келін баланың балашаға таласатын болады. Папама біз неде тұрсын деп. 400 мың теңге зарплата болса, конечно, кім таласпайды. Ата-анаға деген қадір болады. Қазір мысалы үшін балалардың барлығы телефонға үңіліп кетті. Таң атыс кештің басы телефон қарайды. Кітап оқымайды. Театрға бармайды. Не істеу керек? Әрине телефонда үңіледі. Өйткені TikTok, Instagram, YouTube дегендер ақша төлейді. Көп подписчик жиналса, жарнама істейді. Ақша төлейді. А кітап оққанға ақша төлемейді. Театрға барғанға ақша төлемейді. Керісінше өзін сатып аласың. Сонда да театрға келе ме? 1000 теңге беру керек. О, театрға барса 1000 теңге береді екен, келеді. 1 келеді, 2 келеді, 3 келеді, 4 келеді, ар жағында өзі автоматически үйреніп кетеді. Кітап оққандарға бір кітапты басынан аяққа оқып шығасың ба, 10 мың теңге керек. Абай жолын оқисың ба, 50 мың теңге. Екінші томды оқисың ба, 300 мың теңге. Таңертең кешкен телефон без, кітап оқып отыратын балдар. Не істеп отырсың? Абай жолын екінші томын оқып 100 мың береді деп жатыр екен ғой деп. Расымен театрға барады. Қазір TikTok деген не? Мен таңғалам бар ғой. TikToктың өзі жақында қарасам, бір TikTok әлем бойынша рекорд көрсеткен. Сондағы қарасаң, мынандай да бітті. Соны істемеген адам жоқ. Бәрі істеп шықты ғой расымен де.
Соған жоғын там-бедей дегенше, ол бір қазақтың керемет сөзін қойып қояйық. Мен арында жүргенде еңіреп жүрген ерін исатайтын барды екі тарынан бөлдім, қазақтың керемет. Зато жаттап алады керемет. Қазір балдарды ренжейміз, кітапханаға бармайды, театрға бармайды. Қазір заман сондай. Біз егер қазір сөйтіп ақша төлеп, бәрібір де идеология ақша бөлініп жатыр ғой. Ақша төлеп ұстап қалмасақ, ертең бар ғой, мен шынымды айтайын, 50 жылда ел жаңа дейді. Қазіргі балдар гиф ойнатып жүрген кезде, біз жеріміз деп жүрген кезде, күндердің кезінде 50 жылдан кейін біздің жерімізде гиф ойнатып жүретін сияқты сол балдар бар ғой. Кітап оқымаса, театрға бармаса, олардан не күтуге болады? Бір 50 жылдан кейін бүйтіп тұратын сияқты. 1 гектар жер сатылайын деп жатыр ағайын. Менің 10 подписчигіме қосылыңыздар, осы жерді гиф қылып ойнатып береміз деп. Өйткені осындай ұрпақ шықпаса екен десек, біз әрине балдарымызды газет, кітап, театрларға келсе, бізден керемет саналы ұрпақ шыға ма деген ойдамыз.